армысыздар құрметті көрермен. Сіздер үшін арнайы қызықты әрі пайдалы ақпарат беруге тырысамыз. Бүгінгі біздің нысанда әлемдегі ең қымбат жылқылар туралы сөз болады. Ең қызығы, бұл баға жануарлар арасындағы жоғары құн болып, себебі әлемдегі барлық жануарлар арасында ең құнды ол ат болып есептеледі. Бұның құпиясы адам мен ат сонау көне заманнан бірге келе жатқандықтан болар. Ал кеттік тарихтағы ең қымбат үш аттың бағасын атаймыз. Үшінші орында асыл тұқымды айғыр есімі жойғыш Австралияда бапталған, ол ұмымы жылы сатылды. Бағасы 19 миллион ақш долларына сатылған. Ойлай беріңіз, тұтас халықтың жағдайын көтеруге жетеді. Екінші орында шериф Денсер есімді жылқы. Аукционда оның бағасы 40 миллион долларға жеткен екен. Ал бірінші орында теңдесі жоқ рекордшы Мінсіз Френкель есімді асыл тұқымды айғырдың бағасы 240 миллион доллар. Ойлай беріңіз, бұл қандай цифрлар екенін. Иә, осыншалықты қымбат ой жетпес бағада сатылған аттардың қадірі қаншалықты көп екенін елестете беріңіз. Осымен бүгінгі шығарылым соңына жетті. Тіркеліп лайк басып кетіңіздер.